Мен Шет ауданы Ақсу негізгі орта мектебінің математика пәнінің мұғалімі Омашева Айнұр Мұсайевна. Бүгінгі біздің сабағымыздың мақсаты қозғалыстың орташа жылдамдығы ұғымын түсіндіру және оны есептер мен график арқылы анықтай білу дағдысын қалыптастыру. Бүгінгі сабақта сіздер қозғалыстың орташа жылдамдығын табу формуласын анықтап, есептер шығарасыздар. Ал сабағымызда дараланатын ұлттық құндылығымыз еңбекқорлық және кәсіби біліктілік. Яғни еңбекті өзінің және басқалардың еңбек нәтижелерін бағалай білу. Сабағымызды бастамас бұрын экрандағы QR кодты сканерлеп, сұрақтарға жауап беріңіздер. Тамаша, дұрыс, бәрекелді. Бұл тапсырмада қандай негізгі ұғым туралы сұрақтарға жауап бердіңіздер? Әрине, орташа жылдамдық. Қозғалыстың орташа жылдамдығын табу үшін келесі формула қолданылады. Орташа жылдамдық барлық жүрген жолды, сол жолды жүруге кеткен барлық уақытқа бөлгенге тең. Яғни қозғалыстың орташа жылдамдығын табу үшін барлық жүрген жолды табу керек, барлық жүрген жүруге кеткен уақытты табу керек, барлық жолды сол жолға кеткен жалпы уақытқа бөлу керек. Күнделікті өмірде әртүрлі қозғалыс болады. Құстың ұшуы, адамның жүруі. Олардың жылдамдығы мен бағыты үнемі өзгеріп отыруы мүмкін. Сондықтан біз орташа мәнді есептейміз. Есепті талдайық. Саяхатшы 250 км жолды яхтамен 21 км/сағат жылдамдықпен барып, қайтар жолда ұшақпен 567 км/сағат жылдамдықпен ұшты. Саяхатшының барлық жол бойындағы орташа жылдамдығын табыңыз. Бірінші нені табамыз? Әрине, бірінші жалпы жолды табамыз. Ол үшін 250-ді 2-ге көбейтеміз. Екінші нені табамыз? Әрине, жалпы уақытты есептейміз. Үшінші нені табамыз? Әрине, барлық жолды сол жолға кеткен жалпы уақытқа бөліп, орташа жылдамдықты табамыз. Жауабы саяхатшының орташа жылдамдығы 40,5 км/сағат. Мотоциклші 2 сағатта 50 км/сағат жылдамдықпен, содан соң 3 сағатты 40 км/сағат жылдамдықпен жүрді. Мотоциклшінің орташа жылдамдығын табыңыз. Бірінші нені табамыз? Әрине, бірінші жалпы жолды табамыз. Ол үшін 50 км/сағатты 2 сағатқа көбейтеміз. Сонда 100 км шығады. Келесі 40 км/сағатты 3 сағатқа көбейтеміз. Сонда 120 км шығады. Енді жалпы қашықтықты табамыз. 100 км-ді 120 км-ге қосамыз, сонда 220 км шығады. Келесі жалпы уақытты табамыз. 2 сағатты 3 сағатқа қосамыз, сонда 5 сағат шығады. Бесінші нені табамыз? Әрине, барлық жолды сол жолға кеткен жалпы уақытқа бөліп,
орташа жылдамдықты табамыз. 220-ны 5-ке бөлеміз, сонда 44 км сағат шығады. Мотоциклшінің жалпы орташа жылдамдығы 44 км сағат болады. Осы екі тапсырманы Desmos платформасында график салып, орташа жылдамдықты график арқылы кескіндейміз. Y-тен 44x, Y-тен 40,5x. Көк түсті Y-тен 44x графигі тіктеу сызық, яғни жылдамдығы жоғары. Қызыл түсті Y-тен 40,5x графигі еңкіш, себебі бір сағатта 40,5 км жүрді. Демек, бұл қозғалыстың жылдамдығы баяуырақ. Сонда график неғұрлым тік болса, қозғалыс соғұрлым жылдам. График неғұрлым еңкіш болса, қозғалыс соғұрлым баяу болады. Сабақты бекіту үшін Learning Apps платформасындағы тапсырманы орындаңыздар. Бұл сіздерге тақырыпты қаншалықты меңгергендеріңізді түсінуге көмектеседі. Дұрыс. Бәрекелді. Сонымен қозғалыс дегеніміз не? Әрине, дұрыс айтасыздар. Адам жүруінде дене орыннан орынға ығысады, жүрген жол және өткен уақыт болады. Қарапайым мысал, адам сыныптан асханаға жүріп баруы. Ал құстың ұшуында реттелген траектория және әр сәттегі орын, жылдамдық пен бағыт өзгеруі мүмкін. Ұшу бағыттары мен жылдамдықтарын өлшеу нақты тапсырмаларда кездеседі. Ал енді балалар, сабағымызды қорытындылап, кері байланыс жасайық. Егер сабақты толығымен түсінген болсаңыздар, түсіндім пәрменін. Ал егер сұрақтарыңыз бар болса, сұрағым бар пәрменін. Ал егер де көмек керек болса, маған көмек керек пәрменін басыңыздар. Түсіндім. Сұрақтарым бар. Түсіндім. Сұрақтарым бар. Түсіндім. Тамаша, жарайсыздар. Сабағымыз аяқталды. Сау болыңыздар.